Кілт пен құлп ертегісі. Бір күні кілт құлпқа былай деп мақтанды. Менің өмірім рахат, күндіз иемнің қалтасында жүремін. Түнде жып-жылы бөлмеде шегеде ілулі тұрамын. Ал сенші, күндіз түні есіктің аузындасың. Қыста аязда тоңып жаурайтыныңды айтсам, төбе шашым тік тұрады. Құлп: қой, асқақтама, екеуміздің жұмысымыз бір ғой деді. Жоқ, мен сенен артықпын. Мақтана кілттің аузы қисайып кетті. Таңертең үйдің иесі есікті құлыптамақшы болып еді, құлыпталмады. Кілтті әрі сұқты, бері сұқты, нәтиже шықпады. Қап, не болған? Ауыстыру керек. Ол сөйтті де көп ойланбады. Атауызбен шегелерін суырып, құлыпты есіктің жақтауынан алып, далаға тастады. Ізінен кілтті де лақтырды. Қасына топ етіп кілт түскен кезде құлып қырылдап былай дейді: кеше бекер мақтандың, міне арты не болды? Далада қалдық. Кілт күмжілді, қайдан білейін?